Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таныстарымның көбі жасауға қорқып жүрген фисташка меренге рулетін рецептімен бөлісетін боламын. Барлық егжей-тегжеймен нақты түсіндірілген. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Әр аптада жүктелетін жаңа видео рецептілерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз және колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыз. Орташа отта құрғақ табадай фисташкаларды құрғатып, жақсылап қуырып аламын. Тез күйіп кетуі мүмкін болғандықтан, алысқа кетпей, жанында тұрып араластырып отырып қуырамын. Беттері қызарғанда дайын болады, немесе мен сияқты дәмін көргенде қытырлап тұрса, блендерге жіберіп, ұнтақтаймын. Бұл процесті орындау шарт емес, бірақ фисташкаларды қуыратын болсаңыз, олардың дәмі күшейе түседі. Рулетіңіз де дәмдірек бола түседі. Меренгемен жұмыс жасарда сақталып керек негізгі ережелер бар. Солардың бірі жұмыртқалар бөлме температурасында болу қажет. Мен әдетте бір түн бұрын жұмыртқаларды тоңазытқыштан шығарып қоямын. Және де сары уыз, ақ уызға мүлдем араласпауы қажет. Өзіңіздің тәсіліңізді пайдалансаңыз болады. Видеода көрсетілген тәсіл мен үшін ең қолайлысы. Немесе ортақ массаны бұзып алмас үшін әрбір жұмыртқаны бөлек ыдыста жарып алып, сары уыз мен ақ уызын бөліп, ортақ ыдысқа құйып отырсаңыз да болады. Бір шымшым тұз сеуіп, төменгі жылдамдықта блендерлеп бастаймын. Масса көбіктене бастағанда қантты 3 ретке бөліп саламын. Әр қайсысын салғаннан кейін жылдамдықты көбейтіп, жақсылап қант ергенге дейін араластырамын. Бұл процесте сабырлылық керек, себебі қол блендермен жұмыс жасап жатқандықтан планетарный миксерге қарағанда көбірек уақытымызды алады, бірақ шығатын нәтиже ешқандай да кем болмайды. Менде шамамен 15-20 минуттай уақытым кетті. Меренгемен жұмыс жасаудағы негізгі ережелердің тағы бірі, меренганы шайқайтын ыдыс және венчик құрғақ болу керек және ешқандай да майдың ізі болмау керек. Жұмысты бастамас бұрын ыдысқа және венчикке кішкене лимон шырынын сығып, құрғақ қағаз салфеткамен сүртіп шығуға кеңес беремін. Менің меренгем дайын, яғни бетіндегі узорлар сіңіп кетпеді. Және де оны тексеретін тағы бір жолы, табаны төңкергенде меренге ешқайда жылжымайды. Толығымен суыған қуырылған фисташки ұнын саламын, түбінде қалғандардың бетін әрлеуге пайдаланатын боламын. Енді сағат тілімен, силиконды күрекшемен немесе ағаш күрекшемен абайлап араластырамын. Осы сәт фисташка рулет жасаудағы менің ең сүйікті ләззат алатын процесім. Пергамент төселген 4 бұрышты противеньге меренганы жайғастырамын. Мұнда пергаменттің өте сапалы болуы маңызды. Мен Поклан фирмасындағы пергаментті пайдаланамын. Егер нашар болса, меренге мүлдем жабысып алынбай қалуы мүмкін. Сіздерді ескертемін. Біркелкі етіп жайып, бетін тегістеймін. Пергамент жылжып кетпесін десеңіз, противеньге 4 жерінен меренганы тамызып, пергаментті соған орналастырыңыз, солай жұмыс жасаған оңайырақ. Енді духовкаға жіберемін. Кремі үшін салқын 33% кілегейге қант ұнтағын қосып қоюланғанша миксерлеймін. Қою қаймақтың консистенциясындай болып қоюланғанда маскарпоне мен творожный сырды қосып миксерлеймін. Егер маскарпоне болмаса, дәл сол мөлшерде творожный сыр пайдалана берсеңіз болады. Дайын кремді меренге толық суығанға дейін тоңазытқышқа қоямын. Әр духовканың қыздыруы әртүрлі болғандықтан, меренганың дайын болғанына көз жеткізетін тағы бір кеңес, шамамен 25-30 минуттан кейін бір бұрышын абайлап пышақпен немесе шанышқымен көтергенде, ол пергаменттен оңай алынуы қажет. Енді видеода көрсетілгендегідей басқа бір пергаменттің бетіне аударып, астыңғысын асықпай жайлап алып тастаймын. Тоңазытқыштан кремді алып бетіне біркелкі етіп жайып шығамын, және де түбінде қалған кремді мен бетін әрлеуге пайдаланамын. Рулетті орайтын жағымның ең шетіне крем жақпаймын, солай қалдырамын.
Әрқашанда барлық фисташки бар десерттер малинамен керемет үйлеседі. Мен мұздатылған малинаны жайып шықтым. Өзіме ыңғайлы етіп қойып алып, рулетті бір жақ шетінен бастап ораймын. Тек сыртқы көрінісі үшін екі шетін абайлап кесіп тастаймын және де ұсынатын ыдысқа орналастырамын. Әсемдеу процесі әрқашан сіздің өз еркіңізде. Мен кішкене қант ұнтағын сеуіп, жаңағы қалған кремді насадкамен орналастырып шықтым. Мұздатылған малиналар қойдым және де қалған фисташки ұнын сеуіп шықтым. Достар, сұрақтарыңыз болса, немесе түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийда қалдырыңыздар, әрқайсыңызға жауап беруге тырысамын. Бірдеңен ұсына беруге болады, бірақ тоңазытқышта 1-1,5 сағат ұстасаңыз, рулет жұп-жұмсақ болып, кремді өзіне сіңіреді. Видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.